Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры барлық эмитенттерден берешектерді өндіріп алмақ. Тіпті Бузгул аурумды сотқа бергелі отыр. Осылайша олар компанияға үлестірілген құны 5 миллиард теңге тұратын құнды қағаздарды қайтарып алуды көздейді. Қор бұл ақша зейнетақы салымшыларының ақшасы емес дегенді алға тартады. Еске сала кетейік, осы жылдың басында жинақтаушы қордың топ менеджерлері ұсталған болатын. Онда қор мен Бузгул аурум арасындағы келісім күдік тудырып еді. Фонд намерен добиваться. Бұл құнды қағаздары бойынша өтеу уақыты әлі аяқталған жоқ. Дефолт дерегі әлі болмады деуге болады, бірақ бұл құнды қағаздар өтелмейтініне көзіміз жетті. Сондықтан Бузгул аурумен мәселенің басын ашуды бастадық. Қазір сотқа арыз тастадық, облигацияның құнын толықтай өтеп аламыз. Ол 5 миллиард теңге. Сонымен қатар жинақтаушы қорда мәселесі бар активтердің саны 4 есеге азайған. Қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 40 миллиард теңгеден астам қаржыны өндіріп аламыз деп отыр. Ол 20 шақты эмитент компаниялар.